Ассалаумағалейкум. Түркістан облыстық Атакент тұрғындары, және каналыма тіркелушілер. Мен әкім орынбасары Керімбеков Ильяс Нұрдәліұлынан бізде кішкене жолға байланысты кептелістер болып жатыр еді. Соған бір-екі сұрақтар қойған едім. Бұның сұрақ жауабы осындай болды. Айтпайыншы, Айдос кафенің алдын постоянно пробка болып жатыр. Жедел жәрдем өтетін жағдай болады. Білесіз ғой өзіңізде? Қашан? Енді қашан өту, бізді қарап отырмайсыз ғой жерде. Кез келген уақытта адам өмірімен алып алысып, сол кафенің көшесіне өтуі мүмкін. Айдос пен Сәуленің алдынан. Ол жерде біз көлік кептелісі өте жоғары деңгейде жайғасқан. Ортаға қояды, білесіз ғой, жолақтарына қойып тастайды. Оны жақсы білесіз ғой өзіңізде. Сол бойынша неге шара қолданбайсыздар? Кейін Айдос кафесінің, Сәуле кафенің екеуінің 704-ші бапқа сай қызыл линия дейді ғой, былай айтқанда. Тротуарға лотоктардың үстіне шығып кеткен. Неге соған шара қолданбайсыздар? Или араларыңызда бір былай не келіспеушілік бар ма? Мен сол бойынша жауап алмақшы едім сіздерден. Біз қай мекемеміз? Мен Мырзакент белсендісімін. Мырзакент белсендісі блогермін. Мырзакент белсендісі YouTube каналының жетекшісімін. Бұл айтқанда азаматтық белсенді, қатқышасын айтқанда. Мен ана жерде заңсыздықтарды көріп, әкімдіктердің жұмыс істемей жатқанын көріп, мен тұра алмаймын. Неге соған шара қолданып жұмыс істемейсіздер? Орынбасар, есіңіз кім еді? Бөлінген қаржы бар ма? Жоқ, қаржы болу шарт емес. Сіз ана жерде қызыл линияны, заңсыздықтарды көре тұра, неге шара қолданбайсыз? Ол жерге қаржы емес. Сіздердің бір ауыз шешіміңіз керек ол жерге. Болды, басқа ештеңе керек емес ол жерде. Бір ауыз шешім, ескерту бар. Бірінші ескерту беріледі ауызша, екінші жазбаша түрде, үшіншісі сотқа деген сияқты беріледі. Дұрыс па? Әкімшілік хаттамасы толтырылады 704-ші бапқа сай. Айдостың айналасына дейін айтасыңыз ғой, иә? Енді қай жер? Сіз өзіңіз бұлай ойланып көріңіз ба, тротуарға болмайды деген нәрсе. Адам өтетін жолақ қой ол жердің бәрі. Сол Айдостың маңайда базар бар ғой, жабуға біз әрекет жасағанбыз. Әрекет жасап бір-бірінің қағыптарына қолдарды хабарлап берген, сөйлесіп 67 әйелге де. 67 әйелге де. Сосын барып аудан әкімінің өшілікке жиналыс өткізгенде бәрі келіп соларды жолап. Бәрі келіп шұғылаған кезде әкім айтып отыра берсін деді. Отыра берсін деді? Осы коррупцияны ұра берсін деді ғой, Олар өздері жұмыс тауып алған адамдар деді. Аудан әкім кім? Бақнасыр Қаныш айтты ма соны? Олар өздері жұмыс тауып алған адамдар бәрі. Сол бір-екі сорпасын ішіп кетеді, соған енді әкімдер. Онда не заңсыздық болып отыр? Онда қандай заңсыздық болып отыр онда? Енді соған келіп тіреліп отыр ғой бұл жерде. Мен өзім түсінігім бойынша сондай ойлап тіреліп отырмын. Хаттама жүргіздік қой енді, барлығына сөйлестік, барлығына бердік, қолдырмады, хабарлама бердік, ұстаттық, қол қойғызбадық бәрін дәшкер. Ахайлама, дауыс көтермеңіз. Сіздің жұмысыңыз гласный болу. Сіз дауыс көтеріп ахайлауға құқыңыз жоқ, аға. Біріншіден, менің азаматтық белсенділік, мысалы тұрғын азаматтардың құқысы бар, арыз-шағым түсіру бойынша, сол бойынша. Заңсыздық белсендісіне бел алған үшін арыз-шағым түсіруге құқылы бар әкімшілікке, дұрыс па? Мен сол бойынша сіздерге өтініш арыз жазып, сол жолды, ортадағы жолға шара көру и қызыл линияларға шығып кеткен. Әкімдік ашық мекеме болады деген, дұрыс па? Елбасымыз айтқан, әкімдік ашық болу керек, халықпен ашық болу керек. Сіздің видео арқылы сіздің жауабыңызды тыңдамақпын. Осы бейне бақылау бойынша мен аудан әкім Бақнасыр Қанышевтен сұрақ жауап аламын. Неге сіздер ондай заңсыздыққа жол бере бастыңдар деймін. Или ол Ильичтің шешімі ме, әкімдіктің, или аудандық шешім бе? Оны да анықтай жатармыз әлі. Егер сіздердің паспортный режим жоқ Қазақстанда. Жоқ, мен сізге айтып отырмын. Мен Қазақстан Республикасының азаматымын. Мырзакент белсендісінің жетекшісімін каналының. Сізге айтып тұрмын ғой сізге. Мен сізге беру шарт емеспін сізге.
бәрімізді. Жоқ, мен сізге қолыңызға беру міндетті емеспін сізге. Қақтан көргенсіз қолыңызға Жоқ, мен беру. істеген жұмысымды айтсам, сен жоққа шығарасың. Жоқ, сіз ана жерде заңсыздықты көре біле тұра көз жұма қарабасыздар бұл жерде. Мен сол бойынша келіп тұрмын сізге. Түсініп отырсыз ба? Мен сол бойынша келіп тұрмын. Неге соны шара қолданбайсыздар деп отырмын соған. Жоқ, айтсын жауап берсеңіз, сол үшін неге шара қолданбайсыздар? Міне Түркістан облыстық Өмірзақ Шөкеев мырза, сіз маған ақайламаңыз. Сіз маған ақайламаңыз. Міне Түркістан облыстық Өмірзақ Шөкеев мырза, міне Атакенттің міне орынбасары, сіздерде кейін Нышановтың бас санитардың қаулысы неге сіздерде орын алмайды? Нышановтың бас санитардың қаулысы неге сіздерде орын алмайды? Маскалы тәртіп деген бар. Жоқ, неге сол орын алмайды? Мамандардың қызметкерлерінің біреуінде жоқ қазір бетперде. Неге орын алмайды? Соны айтып беріңізші маған, не үшін орын алмайды бұл? Қаулысы неге орын алмайды? Сонда сіздердің бас санитардың, денсаулық басқарма департамент нелерін сонда сіздерге қаулысы сіздерге жүрмей ма сонда? Или заңсыздық белшесінен беріліп ұрып отыра бересіздер ма? Жауап берсеңізші сіз. Жоқ, мен өшірмеймін. Сен басқа нәрсесі болғанда сіз әрбір келген тұрғынға сіз жауап беру міндетсіз әрбір сұрағыға. Әкімдік ашық мекеме болу керек. Білесіз ба? Солай ма? Сіз өз міндетіңіз білмейсіз ғой сонда жалпы, иә? Сіз өз міндетіңіз білмейсіз ба сонда? Айтсаңыз, сіз өз міндетіңіз білмейсіз ба деймін, сізден сұрап тұрмын. Әкімден сұрап ол. Сіз орынбасарсыз. Сіз орынбасарсыз. Әкімге кір, мен айтып әкім жауап береді. Сіз ше? Мен оған деғамайын. Сонда әкім екеуіңіз екі бөлек мәселе шешесіздер ме сонда? Сіз әкімнен кейінгі адамсыз ғой, сіз де шешу керексіз ғой сол мәселені. Әкімге кір, қазір әкім келеді, кіріп айтты. Әкім уже сағат 3-тен 4 болып отыр. Неге әкім уақытысында келмейді жұмысқа? Әкім апарат басшысымен бірге кетті жаңа. Бұны интернет жүйесіне салам. Сіз бүкіл халық көреді. Сізді өзі комментарда өзі айта жатыр. Сіз қандай адам екенін сізді. Өз халық айтады өзі. Сізді айтады değil mi? Может біреудің бір жылатқан жеріңіз бар шығар. Бір кәсіпкерлерді ем білмеймін, солы қалдырады, комментар қалдырады ғой. Сіз неге миды ашытпа деп дүрекілік танып тұрсыз маған? Түсінбедім мен сізге. Неге дүрекілік танып тұрсыз? Сізде этика деген бар ма жоқ па сізде? Сізде әдеп бар ма жоқ па? Айтыңызшы. Сіз өз міндетіңізді білесіз ба? Халықпен қалай жұмыс істейді? Гласный жұмыс істеу керексіз халықпен, дұрыс па? Дұрыс мәміледе, дұрыс деңгейде. Мен бір нәрсенің жауабымды алғым келіп жатыр. Болды, одан кейін сізбен шаруам жоқ. Айдос кафенің алдында неге шара қолданбайсыз? Son 704-ші бапқа сәйкес красный линия дейді, қызыл линия бойынша ережені бұзып отыр. Сол бойынша неге шара қолданбайсыз? Соған жауап беріңізші, болды. Оларға хабарлама бергенбіз, хаттама бергенбіз. Егер әкімшілік тарапы күш келмеген жағдайда сотқа беру керек қой. Сотқа беру керек қой. Егер сіздердің ескертулеріңізді тыңдамаған жағдайда 3-ші, 4-ші дәрежеде ескертуі уже сотқа кетеді уже. Иә, сотқа кетеді. Сол қаралып отыр ма сол? Қаралып білмеймін, оларға біз әкімшілік тарапынан біз оларға іс жүргізгенбіз. Бір түсіндіру жұмыстарын жүргізгенбіз олардан бәрімізді. Профилактика бәрін жүргізгенсіздер, түсіндіру шарасын жүргізгенсіздер. Оларға да түсіндіргенбіз жұмыстарын. Кеше ғана олардан енгізді тоқтатқан. Енді келіп оларды қайта өтініш жасап келе берді. Біз енді бұл халықтың бәрі бұл жерде білесіз бе, өндіріс орны жоқ. Жұмыспен қамтылатын жер жоқ берді. Халық өзін-өзі қамтып жатыр жұмыспен. Қамтып жатыр, бірақ заңсыздықпен кетіп жатыр көп жер. Болмаса енді басқа жерде жоқ қой сен ол. Соны сіздер кішігірім бүйтіп реттеуге ләж жоқ па не ешқандай? Ешқандай сәл реттеуге ләж жоқ па не сол жерде? Не істеу керекпіз? Ортада жолақты бекіту керек. Ортада көлік қойып жатқан автокөліктер транспорт средства кедергі келтіруде. Басқа көлік жүргізушілерге кедергі келтіреді. Ол жерде жедел жәрдем өтеді, пожарный өтеді. Бәріне кедергі келтіреді. Жоқ, мен сізге сол мәселе бойынша келіп тұрмын. Мен сізге басқа. Бізде участковый полиция бар. Иә. Оларға да бергенбіз участковый полицияларға.
Олар да іс қозғалу керек тұғын. Олар да жұмыс жүргізіп жатқанбыз. Түсіндіңіз ба? Міне енді оларға да участке полициялар соларды бәрі жолды жабып, былай жұмыстар жүргізген, оларға санитария бойынша нышанды айтып отырсыз ғой, сол міндетті сол ішкі істер бөлімінде жүктелген оларға да. Түсіндіңіз ба? Біз оларға хат та бергенбіз, осыны тәртіпке келтіріп жүрген автовокзалдарға. Мен сізге санитарство жағын сұрап жатқан жоқпын. Мен сізге заңсыздық жолға шығып кеткен ғимараттардың бойынша мен сізге сұрақ қойып отырмын. Сіз ішіндегі ішкі аумақтағы бетперде, сол бойынша сіз қозғап кеттіңіз. Сіз басқа нәрсені айтып кеттіңіз. Жоқ, жаңа сен автотранспорт жөнінде айтып отырсың. Автотранспорттың бетперденің не қатысы бар оған? Жоқ, оны айтып жатқан жоқ. Сен бұл жол жабылып қалған дұрыс па жаңағыдай? Әрине. Жол жабылып қалды, автотранспорт. Жедел жәрдем өтеді бар, бәріне кедергі келтіреді. Өзіңіз де көріп отырсыз ол жерді, дұрыс па? Кедергі келтіру бойынша болып жатыр. Болды, онда сіз әкімдіктен аламыз бұл жауапты онда. Міне бізде Мырзакен, Түрк Атакент несі. Сіз бетпердені тағып отырсыз.